Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі тақырып сурет саламын. Мұғаліммен Мұхаммадиева Меруерт Багдәулетовна. Бүгінгі сабақтың мақсаты. Құрметті оқушылар, бірінші жаңа сөздермен танысамыз. Тыңда, қайтала. Кімнің, ча, чей, чио. Сурет, картинка. Сурет саламын, я рисую. Қағаз, бумага. Кімнің, сурет, сурет саламын, қағаз. Сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Тыңда, қайтала оқы. Бұл кімнің суреті? Бұл атамның суреті. Бұл кімнің суреті? Бұл әжемнің суреті. Бұл кімнің суреті? Бұл әкемнің суреті. Бұл кімнің суреті? Бұл анамның суреті. Мен сурет саламын, я рисую. Сен сурет саласың, ты рисуешь. Ол сурет салады, она рисует. Өте жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді келесі кезекте 2-ші тапсырма. Бұл кім сұрақтарға жауап беретін суретті, сөздерді бірге анықтаймыз. Бұл кім? Бұл ата. Бұл кім? Бұл әже. Бұл кім? Бұл қыз. Бұл не? Бұл не? Бұл не? Бұл кім это кто? Бұл не это что? Бұл не деген сұраққа жануарлар және жансыз заттарға қатысты айтамыз. Яғни жансыз заттарға қатысты сұраққа жауап береді. Бұл не деген? Үшінші тапсырма толықтырып жазу. Дополните предложение. Мен сурет саламын. Сен сурет саласың. Ол сурет салады. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.